Майнкрафт әлемінде өзге дүниелерді көріп, аралай алатын ерекше қаһарман бар еді. Оның аты Вартекс. Вартекстің ең басты күші ол порталдар жасай алатын еді. Ол порталдар арқылы түрлі әлемдерге өтіп, қиын жағдайға тап болғандарды құтқаратын. Бүгін ол өз достарын край өлшемінен құтқаруы керек болатын күндердің күнінде Вартекстің достары Жолтер, Алекс және Вил жерден алыстағы край өлшеміне баруға шешім қабылдады. Олар өздерінің қайсарлығын көрсетіп, Эндер драконды жеңуге бел буды. Алайда край өлшеміне жеткенде олар үлкен қауіпке тап болды. Крайдың жарқыраған аспанында эндермендер қоршауында қалып, олар қайтуға жол таба алмады. Бұл қиын жағдайда достары бірден Вартекске хабар берді. Вартекс достарының дауыстарын естігенде бірден өзінің құдіретті портал жасау қабілетін қолданды. Ол қашықтықтағы крайға портал ашып, достарын құтқаруға асықты. Порталдың айналасында жарқыраған көгілдір жарықтар шашылып, Вартекс край өлшеміне өтпек болды. Крайға жеткенде Вартекс эндермендер мен эндер драконның қоршауында қалған достарын көрді. Жолтер мен Алекс шайқасып, Вил айқайлап көмек сұрап жатты. Вартекс портал арқылы өткен сәтте эндермендер оған назар аударып, оған шабуыл жасамақ болды. Бірақ Вартекстің күші арқылы жасалған портал эндермендердің назарын бұрып, оларды уақытша бөгеді. Вартекс бірден өзінің достарын қауіпсіз жерге шығаруға кірісті. Ол тағы бір портал ашып, достарын қауіпсіздікке шығаруға тырысты. Бірақ дәл сол уақытта эндер драконы оянып, Вартекс пен оның достарына жақындады. Дракон үлкен қанаттарын жайып, оларды өз құшағына алып, үлкен жалынмен шабуыл жасамақ болды. Вартекс уақытты жоғалтпай, өзінің соңғы мүмкіндігін қолданды. Ол бір үлкен портал ашып, оның көмегімен драконды басқа өлшемге жіберді. Дракон порталдың ішіне кіріп, көкжиекте жоғалып кетті. Достары енді ғана қауіпсіз жерде болды. Осы сәтте Вартекс өзінің достарымен бірге портал арқылы жерге оралды. Олар Майнкрафт әлеміне қайта оралып, тыныштықта әрі қауіпсіздікте болды. Вартекс үлкен ерлігі үшін барлық достарының алғысын алды. Бұл оқиға оларды қайтадан біріктірді және достықтың құндылығын түсіндірді. Вартекс порталдар жасау қабілетін қолдана отырып, крайдан өзінің достарын құтқарып, тағы бір ерлігін көрсетті. Ол әрқашан өз достарына көмекке келуге дайын еді, себебі ол үшін олардың амандығы ең басты нәрсе болды.